Қайырлы күн қымбатты көрермен, YouTube арнамызда Кітап қала подкаст жобасы. Бүгінгі шығарылымның қонағы Еуразия ұлттық университетінің филология факультетінің деканы ақын Серікзат Дүйсенғазы ағамыз. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй тамаша. Тамаша. Олай болса, рахмет. Олай болса, бүгін жалпы кітап және кітапхана саласы бойынша әңгімелессек дейміз. Айтыңызшы, жалпы қазіргі заманауи технологияның дамыған уақытында кітапханалардың жүйесі, кітапхананың ғұмыры, оның жұмысы қалай болып жатыр? Бүгінгі берер бағаңыз бар ма? Иә, қазір енді көп біз ойландыратын мәселелер көбейіп жатыр ғой. Заман өзгерген сайын, технология дамыған сайын, мынау смартфондар шыққан сайын, гаджеттер шыққан сайын қазір көп айтады, ол телефондардың жаңағы әсерінен қазір кітап оқитын ұрпақ азайып кетті деген пікірлер көбейіп жатыр. Бірақ мен енді оған аса бір қосыла қоймаймын. Кітап оқитын ұрпақ ол қашанда да болған, бола береді. Себебі ол руханият қой ол. Руханияттың көші ол ешқашан тоқтамайды. Ол бұрынғы заманда да, мысалы біреулер анау кеңес үкіметінің кезінде көзілдана әкеледі. О заманда жаңағы қойшылардың қонышында жүретін жұлдыз журналы, кітап деген сияқты. Енді қазір заман өзгергеннен кейін кітап ол сол гаджеттің ішіне кірді. Қазір мүмкіндік туды бұрынғыдан гөрі жақсырақ мүмкіндік туды, себебі қазір онлайн бүкіл әлемнің кітапханаларына кіріп кетуге болады. Мысалы біздің Еуразия ұлттық университетінің кітапханасында осындай бір бөлме бар, арнайы жас ғалымдарға арналған, біздің докторант, магистранттарға арналған бөлме бар. Енді оған біз де кіреміз кейде арасында. Ол бөлмеге кірсең арнайы жаңағы біздің қолымызға бір пароль береді, сол парольмен кіреміз, бүкіл дүние жүзінің университеттердің кітапханасы кіре береміз. Оксфорд бола ма, басқа анау Гарвард бола ма, Калифорния бола ма, қай университеттің кітапханасына кіргіміз келеді, кіріп өзімізге қажетті кітапты алып қарауға болады. Бұндай мүмкіндік болған жоқ қой енді. Яғни әр нәрсенің өзінің жаңалықтың өзінің жақсылығымен бірге келеді. Әр жаңалықтың өзінің кемшілігі болады, жақсылығы болады. Иә, ол смартфондар, басқалардың пайда болған кітап оқитын адамдар аз айтқан шығар, бірақ бәрібір де оның ішінде жазу бар ғой енді. Оның ішінде бәрібір адамдар оқып жатыр. Кітап болмаса басқа дүниені оқып жатыр оның ішінде. Бірінің-бірі постын оқиды мысалы. Енді сондықтан мүмкіндігінше біз қазіргі заманда әлеуметтік желілердегі посттардың жазылған сауаттылықтарына мән беруіміз керек. Қаламгерлеріміздің сол жаққа тіркелу мәселесіне мән беруіміз керек. Біздің кейбір қаламгерлеріміз өзінің өлеңдерін сап тұрады, мысалы, жазған шағын әңгімелерін сап қояды. Өзінің ойларын, түйінді ойларын сап отырады. Мысалы, Амангелді Кеңшілікұлы деген қаламгер бар, ол кісі сыншы, әдебиет сыншысы. Әлем әдебиеті туралы керемет ақпараттар береді, мысалы, мен қарап отырамын. Әлемдің жазушылары, Нобель сыйлығын алған жазушылардың шығармалары туралы, басқа туралы. Енді оқитын адам ол кітапханадан да іздейді, жаңа жерінде қарап алуға болады. Дұрыс айтасыз. Ақпараттар. Сондықтан осындай жаңалықтар бар, кітапхана ол тоқтап қалады дегенге мен келіспеймін. Кітапхана тоқтамайды ешқашанда. Дұрыс айтасыз. Енді біздің қаламызда орталықтандырылған кітапханалар жүйесі бар. Орталықтандырылған кітапханалар жүйесіне 25 кітапхана кіреді. Қаланың деңгейінде кітапханаларға барып көрдіңіз бе? Жалпы қай кітапхананың оқырманысыз университеттен бөлек? Мен енді негізінен ұлттық кітапханаға көбірек барамын, ұлттық академиялық кітапханаға. Енді ол жақта жиындарға барамыз, сол кітапхананың өзіне барып кітаптар қараймыз. Жерде біздің арнайы жаңа кабинеттер бар. Біздің баратынымыз енді үлкен ғалымдардың кабинеттері бар ғой, жерде Тұрсынбек Кәкішұлының кабинеті деген сияқты, басқа үлкен ғалымдарымыздың соларға біз барып тұрамыз. Мүмкіндігінше. Содан кейін енді осы қаладағы кітапханалар мен шақырып тұрады. Осы университеттің қасында бір қалалық кітапханалар бар. Анау 7-ші емхананың қасында бір кітапханалар, Шәкәрім көшесінде кітапханалар бар. Содан анау Бөгенбай мен республиканың қиылысындағы кітапхана бар, Әуезов атындағы. Мұхтар Әуезов атында ғой деймін, ұмытып қалмасам. Ол орталық жасөспірімдер кітапханасы. Еуразия ұлттық университетінің қасындағы Мұхтар Әуезов қалалық кітапханамыз бар. Содан кейін дәл мына біздің университеттің дәл қасында, біздің жатақханамыздың қасында Абылай ханның бойында да бір кітапханаларымыз бар, қалалық кітапхана бар. Оларға барып тұрамыз. Тамаша. Барған уақытта сіз қандай кітаптарды оқисыз біздің кітапханалардан? Мен енді әрине қазақ әдебиеті ғой, қазақ әдебиетіне байланысты өзімнің салама байланысты кітаптарды қараймын. Біздің классиканы өзіміздің. Соның ішінде енді әрине ғылымға байланысты мен әдебиеттану ғылымына байланысты кітаптарды қараймын. Өзім әсіресе поэзияны көп оқимын мен. Өзіміздің ақындарымызды. Астана қаласы енді ол құрал ақын емес қой, өзіміздің қалалық әкімдіктің қолдауымен де қаншама кітаптар шықты, мысалы. 30 жылдықтың құрметіне 30 ақынның кітабы шықты ғой. Сонда біздің қалалық бағдарламамен шыққан кітаптарымыз бар. Олардың бәрін қарап отырамыз кіріп. Содан кейін соңғы мысалы осы қалада үлкен баспалар бар. Содан шыққан кітаптарды барып қараймыз. Тапсырылған
республикалық деңгейдегі баспалар бар, мысалы Атамұра баспасы, Фолиант баспасы, басқа үлкен баспалар бар ғой, жазушы баспасы сияқты. Баспаларымыз шығарып жатыр кітаптардың бәрін. Жаңа шыққан кітаптарды міндетті түрде қарап отырамыз. Көштен қалып қоймас үшін кітапханаларға барып, енді өзім қолымда барын өзім қараймын, сатып алып қараймын. Кітап көрмелеріне қатысам, осы жылда өткізеді ғой халықаралық деңгейдегі. Дұрыс айтасыз. Енді мүмкіндігінше осы қалада кітапханалар бар. Мен енді негізінен енді өзім үйімде де кітапханам бар. Жеке кітапханаңыз бар. Жеке бір 3 мыңдай кітабым бар. Оның өзі маған оңай азық емес, оның бәрін ақтарып қарап отыру деген. Сондықтан жаңағы күнделікті маған кітаптар келіп жатады жан-жақтан. Бірақ менің мақсатым басқа адамдарға, басқа саланың азаматтарына, біздің кітап саласының маманымыз ғой енді. Біз кітап оқу, біздің ол күнделікті жұмысымыз. Соларға кітап насихаттау, кітапханаларға барып кездесулерге қатысып, жастарға кітап насихаттау, осы жағында көп араласамын. Тамаша. Енді бір ел бір кітап акциясы болып жатыр қазіргі уақытта. Иә. Осы жобаға байланысты өзіңіздің пікіріңіз қандай? Қандай кітап сізге ұнайды? Енді бір ел бір кітап деген маған ұнайтын кітап көп. Өткенде бір 100 кітап дегенде жоба шықты ғой. Ұлттық 100 кітап жобасы. Оған да жаңағы өзіміз пікірімізді айттық, бірақ дегенмен енді бір кітап дегенде мен әсіресе өзім балалар жағына мән беретін едім. Қазіргі балаларды оқытуымыз керек біз. Келешек кітап оқитын ұлтты қалыптастыру үшін ұрпағымызды. Сондықтан енді балаларға нені оқыту керек? Балаларға заманауи жас балалар жазушылар шығып жатыр қазір, жақсы. Талантты азаматтар қазір жазып жатыр жан-жақтан. Бірақ енді біз бәріміздің айтатынымыз әрине Бердібек соққып қойып қой енді. Бердібектен асқан жазушы жоқ. Балалар жазушылар соққып қойып бар. Осы қалада Толымбек Әбдірайым деген ағамыз жүр, балалар жазушысы. Көп дүние жазады, тоқтамайды, шаршамайды. Кейін де осы талай талантты азаматтар, жас жігіттер өздерінің кітаптарын шығарып жатыр. Қазір мемлекетіміз құдайға шүкір жас жазушыларды қолдау жолында түсті қазір. Ол көптен бері біздің арманымыз еді. Қазір президенттің жас жазушыларға сыйлығы бар. Әрбір партиялардың сыйлығы бар. Осы жақында ғана Айбоз деген ұлттық сыйлығы өтіп жатыр мысалы. Оған қатысып жатқандар да кәрі адамдар емес, жастар көп. Орта жастағылар жастар мысалы. Анау Хамид Есаман деген жігіт алыпты ғой, неден Тараздан келген азамат, поэзия бойынша. Сол жігіт бір 40-қа толмаған әлі. Сол азаматтарды алып жатыр енді. Дарын мемлекет сыйлығы деген бар. Оны алып жатқан азаматтар бар. Бәрі жаңа поэзия бойынша, проза бойынша. Осындай үлкен сыйлықтар алғандардың бәрін біз қадағалап қараймыз. Үлкен мүшәйрелер өтіп жатыр, әдеби байқаулар өтіп жатыр. Оның жеңімпаздары енді жай адамдар емес қой. Ол жаңа 100-ден мыңнан тұлпар болған, 100-ден жүйрік болғандар ғой. Солардың кітаптарын біз қарап отыру міндетіміз. Ол әрине әдебиет сыншыларының, сол мамандардың комиссияның сүзгісінен өткен шығармалар. Оларды оқып, оларға баға беру біздің міндетіміз. Сондықтан енді бір кітап жобасында мен енді бәленбай кітап десем қазір, екінші бір әріптесім ренжуі мүмкін маған қазір, сіздің менің кітабым неге айтпадыңыз деп. Бірақ менің айтатыным бұрын классикаларды оқысақ. Жақсы. Классиканың аты классика. Енді Абай жолын қазір біреулер ескірді деп жүр, ескірген жоқ ешқандай да. Абай жолының ішіндегі өзекті мәселелер әлі күнге шейін біздің ұлтымызды дамытуға тұрған дүние. Ең бірінші әрбір қазақтың оқитыны ол әрине Абай. Абайды жақсы білуіміз керек. Абайды жатқа білген қазақтан жаман қазақ шықпайды. Жаман ұрпақ шықпайды. Абайдың кереметтігі, Абай өте сондай, қалай деп айтамыз енді, орысшасы универсал ғой, бесаспап дейміз ба? Әмбебап. Ол кісі әмбебап дейміз. Әмбебап ол кісі жазған өлеңдерін ол бір мақсатты түрде жазбаған. Мен балалар ақыны болайыншы немесе бір үлкендер ақыны. Бірақ жазған өлеңдер балаларға да жарайтындар бар. Жаңағы насихат қой енді, әсемпаз болма неге өнерпаз арқалан, сен де бір кішкене мемлекетіңді арқалан деген балалар әдебиетіне келіп тұр ғой. Ол тура немесе ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге деген балалардың оқуына өте жеңіл, түсінікті мысалы. Абай атамыздың күрделі өлеңдері де бар. Осындай бір балаларға жеңіл түсінетін өлеңдер де бар. Сондықтан Абайды насихаттау арқылы біз балаларымызды ғылымға, мәдениетке, ұлтын сүюге тәрбиелейтін едік. Бір кітап жобасында бірінші сол Абайдың онысы оқып жатырмыз ғой. Бірақ осы Абайдың ізіндегі ақындарымыз, үлкен ақындарымыз. Кейбір қалып қойып, қалтарса қалып қойған ақындарымыз бар. Балалар әдебиетінен көп ақындар бар мысалы. Нұрбек Дүйсенбиев. Мен қазір бірін айтып біріне кетіп қаламын. Сондықтан осындай бір кезінде белгілі болған ақындарды қайтадан шығарып насихаттасақ. Кітапханадан сол үшін жаңағы арнайы эксперттер болу керек деп ойлаймын. Балаларға оқитын бұрынғы кеңес үкіметінің кезінде мықты ақындар болды. Кейбір өлеңдер енді әрине қазіргі заманда актуальды емес, өзекті емес, соны алып тастап, өзекті өлеңдерін іріктеп алып қайтадан шығарып оқытуға болады деген ойларым бар. О заманда керемет тапсырмамен жазды ғой. О заманда мақсатты түрде кәдімгі үлкен ақша төленетін жазған ақындарға, сондықтан олар мақсатты жазған. Қазір ақын басталды, сен қозғалды қазір. Дұрыс айтасыз. Енді жалпы қазіргі уақытта Астана кітапханаларының 24/7 жұмыс жасау уақытына өтуін жоспарлап жатырмыз. Қалай қарайсыз? Қашаннан бастап? Осы күн жылғаннан бастап. Жалпы қазіргі уақытта өте жақсы. Енді қараңыз, біздің
оқушыларымыздың немесе студенттеріміздің немесе жұмыстағы адамдардың күндізгі уақытта қолы тимеуі мүмкін. Мысалы менің қолым тимейді. Мен таңғы сағат 9-дан келемін, 6-дан жұмыстан шығамын. Мен күндіз кітап оқи алмаймын ғой енді. Сонымен барып кешкі асымды ішіп жайланып қалған шал 8 болады кемінде. Қаланың кептелістері бар, сондай мәселелер бар. Сондықтан ол сағат егерде түнімен жұмыс істеп керемет. Баяғыда Алматыда ұлттық кітапхана біздің заманымызда, ол кезде Пушкин атындағы кітапхана еді ғой, түнімен істейтін. Біз соған баратынбыз, Алматыдағы ұлттық кітапханаға, ол жерде отырып, сабақтан шыққаннан кейін түнгі сағат 12-1-де троллейбус тоқтап қалғанша оқып, сонымен троллейбуспен қайтып келетінбіз жатақханамызға. Сондай егер режимде жұмыс істейтін болса, ол өте керемет, оны құптаймын. Қазіргі уақытта оның біздің студенттеріміз, жастарымыз көбірек барады. Заманға байланысты, енді өзіңіз осындай білім ордасында декансыз, қауіпсіздік жағынан қандай ұсыныстарыңыз бар? Көше қауіпсіздігі ма? Кітапхананың қауіпсіздігі. Енді мен өзім ойымша кітапханаға бір ұры-қары жаман адамдар кіреді деп ойламаймын енді. Мүмкін кіріп кететін болса, әрине оның күзет қызметі бәрі болу керек шығар деп ойлаймын астында. Оның кіреберісте тұру керек, ол соның ішінде камералар болу керек, барлығына қадағалау болу керек. Енді кітапхана ол тыныш жер. Оның ішіне кіргеннен кейін адамдар мәдениетті болады, қатты сөйлемейді мысалы. Арнайы сол кітапханада отырады, ескертіп отырады. Қауіпсіздік мәселесінен бір аса бір қауіп төрінде деп ойлаймын кітапхананы. Енді бір қаскөйлер келіп қалмаса, бір соның ішіндегі адамдарды бір зиян жасай қояйын, немесе кітапхананы өртей қояйын дейтіндер болмаса, былайша кітапхананың қауіпсіздігі негізі жақсы. Мен қалада кітапханаларда көріп жүрмін ғой. Бәрі тәртіп сақталған. Мысалы, ұлттық академиялық кітапханаға барсаң, астында полиция тексеріп тұрады. Иә. Енді ол жерде темір-терсек құжаттарын тастаңыздар деген сияқты. Мынау бір тағы бірінші президент кітапханасы бар мына жақтағы. Бөкейхан көшесіндегі. Қазір қалай аталатынын білмеймін. Сол кітапханаға барсаң да күзетіп тұрады. Енді ол режимді объекттер ғой, біздікілер қалалық мәдениетке қарағанда. Қалалық мәдениетке кітапханаларға әрине ол жаққа күзет қызметі болу керек деп ойлаймын. Жалпы қазіргі уақытта кітапханалар мәдени мекен бе, әлде тек білім ғана мекен бе? Біз кітапханаларды білім саласына көбірек жатқызғанымыз дұрыс па, мәдениетке жатқызғанымыз дұрыс па? Енді осы мәселеде мен ойландырады, өзіңіз осы сауал дұрыс қойдыңыз. Мен бірнеше жерде көтергем де бұл мәселені. Айталық, мектептің кітапханашыларын педагог деген статус беріп, олардың айлықтарын көтеріп қойған. Ал енді мына өзіміздің мәдениет саласында деп берілген, мәдениет министрлігіне берілген кітапханалардың айлықтары одан төмен. Соған байланысты наразылықтар туып жатыр да, неге мектептің кітапханасының айлығы жоғары, біздікі неге төмен деген сияқты. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Яғни кітапханашыға да арнайы әлеуметтік статус берілу керек. Кітапханада жұмыс істеу оңай емес. Ол айтып қойған оңай, ол қаншама уже дүние, қаншама адамға қызмет көрсетіледі. Ол жерде отыратын адамдардың таңнан кешке шейін еңбегі адал, уақытын арнайды. Содан кейін бір ол рухани орталық. Олардың айлығы дұрыс болу керек. Ол жаққа дұрыс адамдар бару керек. Білімді, кітапты дұрыс білетін, дұрыс бағыт-бағдар бере алатын адамдар болу керек. Кітапханада отырып жаңағы мәдениетсіз келгендерге арсылдап, қарсы алып, көсілтіп шығарып жататындар емес. Кәдімгі үлкен мәдениетті, сол өзінің айлығына қанағаттанатын, өмірге ренжімейтін адамдар тұру керек қой, былай айтқан кезде. Айлығы төмен адам өмірге ренжулі болады ғой. Айлығы шайлығын жетпейді. Содан кейін ол өшінгеннен алады, келген оқырманнан алады. Сондықтан жаңағы мемлекет дамығысы келсе, ел боламыз сен бесігіңді түзе дегендей, ел боламыз сен кітапханамызды түзеуіміз керек. Кітапханадағы адамдардың әлеуметтік жағдайын түзеуіміз керек. Кітапханашылардың жағдайын түзеуіміз керек. Олардың әлеуметтік статусын белгілеу керек мемлекет. Сөйтіп, оларға жақсы айлық беретін болса, ол жерге жағдай жасайтын болса, оған талант жасам тартылады ғой, ол жаққа баруға. Кітапханада жұмыс істеуге көп адамдар құмар болады. Қазір мысалы мектептің айлығын көтерді, мектепке бәрі ұмтылып жатыр ғой. Біздің қазір педагогикалық мамандықтарға мысалы жылда мыңдап келеді. Жай мамандықтарға 100 адам келсе, 1000 келеді, 10 есе көп келеді. Неге? Себебі ол жердің айлығы жақсы. Арнайы статус белгіленді. Соған байланысты адамдар ағылып жатыр, жастарымыз. Ал енді кітапханаға қазір кітапхана мамандығы деген ісі деген бір мамандық бар, ол жерге түсетіндер азайып кетті қазір. Осының барлығы біз ойландыратын мәселе ғой. Біз бірінші рухани орталықтарымызды реттеуіміз керек. Ол жаңа театрлар, ол біздің жаңа кітапханалар, осындай біздің орталықтарымыз бар ғой енді. Бізді адамгершілікке жетелейтін музейлер, мұражайлар мысалы. Адамгершілікке жетелейтін, бізді санамызды түзейтін, біздің ұлттық мәдениетімізді үйрететін бізге, біздің мемлекетіміздің болашағын кім? Жастарды түзейтін орталық, ол бірнеше орталық бар. Ол жаңа мектеп пен университет ол өз алдына білім беретін орталық. Мәдениетке, адамгершілікке,
тәрбиелейтін орталықтар, ол кітапхана, ол театр, ол мұражай, сондай орталықтардың біз жағдайын жасауымыз керек деп ойлаймын. Менің дұрыс айтасыз. Жалпы енді қазіргі уақытта бүгінгі күнге дейін қанша кітап оқыдыңыз? Ой, менің енді үйімде осындай кітапханам бар менің. Жаңа айтып отырмын ғой, үйімде тұрған кітапханам ол. Менің осы жаққа Астанаға көшкенде қанша кітабымды жоғалттым мен, көшіп қонып жүріп. Бәріне есепке қоссам енді бұрыннан бері жинаған кітаптарым саны 5000-ға барған шығар. Жоғалғаны бар, анда қалған, мұнда қалғаны бар. Қазір сол өткенде үйіме жинап жатсам сыймайды. Сондықтан жаңа қазір жартысы менің осы жұмыстағы өзім кабинетімде тұр кітаптарымның, жартысы қазір бір 1000-нан аса кітапты сол үйіме кітап несін жасап қойдым, бір қабырғаны осындай қылып. Қалғандары енді балконымда тұр. Ол жерде бір 1000-ның үстінде кітап тұр, сонда бір 3000-ның үстінде кітап бар. Мен енді оның бәрін толық оқып шыққанда өтіп кете алмаймын. Көбін енді мен шолып қараймын, қажетті нәрселер үшін аламын. Енді қадалып оқитын кітаптарым бар, бала кезімнен бастап. Мен бала кезімде мектепте оқып көркем әдебиетті өте көп оқыдым. Соның арқасында осы менің әдебиетші болуыма, осы салаға келуіме әсер етті. Сол кезде Мұхтар Мағауиннің Аласапыранды оқығанмын, таңғаламын, мен қалай оны қабылдадым екен деп. Қазір оқимын, қазірдің өзінде Аласапыран сияқты күрделі шығармаларды қабылдау қиын ғой. Сол кезде Хамза Есенжановтың Ақжайығым мысалы, оны Ақжайықты оқығаннан кейін 3 томдығын оқығаннан кейін артынан көпірлер өткен соң Жүнісовтар хикаясынан кете береді ғой, өзі жалғастан жаза берген өксі. Соны бәрін іздеп жүріп тауып оқығанмын ғой. Не болды екен деп қызығып. Сол бала кезімде енді мысалы анау Әзілхан Нұршайықовтың Махаббат қызы мол жылдарын сол кезде мен ауылда сол кезде кітабы бар адамдар болатын. Солардың жұмыстарын істеп беріп кітап алатын барып. Мысалғы кімнің Карлсон туралы, Шатырда Карлсон туралы кітапты, немесе Мюнхгаузеннің бастан кешкендер деген сондай кітаптарды әлемнің әдебиетін жауқан Андерсонның кітаптарын, Ханс Кристиан Андерсонның кітаптары ғой анау үйрек туралы. Соның бәрін бала кезімде оқыдым мен. Соны жұрттан сұрап алып жүріп, сол үшін барып бір шаруаларын істеп беріп, сөйтіп әкеп оқитынмын. Енді ол заманда біздің бала кезімізде кітап қолжетімді көп болатын, кеңес үкіметі бәрі жерге кітап таратып беретін. Осындай жетістіктеріміз болды. Енді қазіргі уақытта мен енді көбінесе көркем әдебиеттен гөрі ғылыми еңбектер көбірек оқимын. Себебі мен ғылыммен айналысамын, сондықтан ғылыми еңбектер көп қараймын, және сол ғылыми еңбекке қажетті көркем әдебиетті қараймын. Содан кейін енді өзім ақын болғаннан кейін кейінгі ақындардың поэзиясын үнемі қарап отырамын, қадағалап қарап отырамын. Тамаша, бәрекелді. Енді қазіргі уақытта кітап оқыған адамның психологиялық тұрғыдан зейіні, оның жастардың кітап оқыған кезде психологиясы қалай дамиды? Қалай ойлайсыз, өзіңізден бір кеңестер айтыңызшы? Кітап деген нәрсе ол адамды дамытатын нәрсе ғой енді. Ол анау Ыбырай Алтынсарин да айтты, Абай да айтты, артық білім кітапта деп. Бүкіл байлықта, бүкіл тәрбиеде, өнеге де кітаптың ішінде ғой. Дұрыс кітаптың ішінде, әрине. Кітаптың да қазір неше түрлі шығып кетті ғой қазір. Қазір әркім кітап жазатын болды. Бір коучтар деймін, бірдемелер шығып, психологтар деген шығып, адамдар бұзат кітап жазып жатыр. Оның ішінде дұрысы бар, бұрысы бар, оны саралап жатқан кісі жоқ. Ал енді көркем әдебиет, әрине ол көркем әдебиет адамды тәрбиелейді, руханиятқа, адамның болмысын тәрбиелейді. Көркем әдебиеттің бір кереметтігі оның ішінде кейіпкерлерге адам еліктейді. Сол кейіпкер сияқты болғысы келеді. Көрдіңіз бе? Жақсы қасиеттер сіңеді бойына, кино көргенде адамның бойына сіңеді. Кинода ол кино кітаптың енді экрандағы үлгісі ғой енді. Кинода кітап ол. Онда сценарий жазылады, соған байланысты жаңағы кино түсіріледі. Немесе кітаптағы кейбір романдар, повестер киноға айналдырады. Мысалы айталық, менің атым Қожа киносы бар мысалы. Кімнің Дулат Исабектің Қауқордасының киносы бар мысалы. Ешқандай мысалы Мағжанның Батырбай поэмасында кино түсірілген. Сол сюжеттен ауытқымаған ол жерде. Арасына қосқан шығар көркемдік шешімдер, бірақ көбінесе режиссерлер сол сюжеттің ізімен жүрген. Яғни ол кітаптың экранға шығуы ғой. Дұрыс айтасыз. Енді бізде жалпы қазіргі уақытта ұлттық кітап күні деген арнайы дата бекітілген. Ұлттық кітап күнін жалпы қазақ қауымы, жастар қандай деңгейде атап өту керек? Бұл датаға арнайы бір статус берілді, бірақ әлі де көп адам білмейді ұлттық кітап күні бар екендігі туралы. Ұлттық кітап күні деген дүние ол тек насихат үшін қажет. Бір күннің ішінде ғана біз кітап оқып қоя салмауымыз керек. Ұлттық кітап күні мысалы Абайдың күні бар, республика күні бар деген, республика күні ғана біз тәуелсіз екенімізді есімізге алып, қалған күнді ұмытып қалмауымыз керек қой. Қалған күнде сол тәуелсіздіктің ағайында жұмыс істеуіміз керек. Сол сияқты кітап күні ол сол күні сол насихат жүру керек ол күндер. Кітап деген не? Барлық соған лайықты. Оның қарсаңында, одан кейін де мысалы насихаттар жүру керек. Соған байланысты ол мереке, ол дұрыс белгіленген.
Ал енді кітап оқу деген жыл бойы күн сайын тоқтамайтын ол үдеріс болу керек менің пікірімде. Сондықтан ұлттық кітапхана деген күнді белгілеген жақсы болған екен. Ол енді жақсы мереке ғой. Ол мерекенің мерекесі керек болатын болса. Сол ғой. Сондықтан барлық мерекелердің ішіндегі ең шоқтығы биік сол кітап болу керек. Кітап. Біз Абай дейміз. Абай ол бір-ақ ақын. Кітап деген ол көп, сондай Абай сияқты ғұламалар көп қой әлемде. Абай соның біреуі ішіндегі қазақ үшін шоқтығы биік болғанмен енді әлемдегі әдебиеттің келген кезде соның біреуі болып болады. Мысалы шығыстың 7 жұлдызы бар дейік. Европаның Абай сияқты ақындар бар ғой. Ол жазушылар бар, қаламгерлер. Гете бар мысалы үшінге. Ағылшынның Байроны бар мысалы үшінге. Француздың Бальзагы бар деген сияқты. Абайымыз сияқты да. Оларды біз бөле жара қарамаймыз. Олар мысалы Италияның Дантесі бар. Ол ақындар, ол жазушылар, ол қаламгерлер. Олардың әрқайсысының орны ол әлем әдебиеті өте биік. Соларды оқыту үшін Абайдың ізбасарлары бар біздің қазақ әдебиетінде. Сол ұлттық кітап күнінде біз осылардың насихатын жасауымыз керек. Біздің қазақтың кейбір ақын жазушысын білмейтін жастар өсіп келе жатыр. Сол күні сол кітаптарын қойып насихаттап, бүкіл мектептерде, балабақшаларда, қажет болса қызметтік мекемелерде. Бізде қазір балабақша мектепке ғана мән береміз бе, мекемелерге бармаймыз. Сол күні мекемелердің ұжымдарымен жазушыларды кездестіру, қаламгерлерді апарып сол жерде сөйлету, немесе кітапхана ұжымдары бар, өздерінің кітаптарын таныстыру ол жаққа барып. Осындай біздің кітапханада мынандай кітаптар бар. Қазіргі заманда өзекті. Мынаны оқысаңыз ұтылмайсыздар деген сияқты насихат жүргізу. Осы жұмыс жасалса мен оны қолдаймын. Жақсы. Енді оқырмандарға ұсынар 5 кітапты, 5-6 кітапты айтып өтсеңіз. Енді 5-6 кітап аз болады негізі менің ұғымымда, бірақ енді 10 шақты болса да. Жаңа айттым ғой енді. Бірінші менің ұғымымда әрбір қазақтың азаматы ол Абай атамызды оқу керек. Абайдың өзі 175 жоқ, Абай атамыз. Абайдың өлеңдерін оқу керек. Жақсы. Абайдың өлеңдері көңілге қонымды нәрсе ғой. Абайдың өлеңін оқыған адам өз кітабын бастан аяқ оқып шықсаң басқа адам болып шығасың. Абайдың. Енді Абай жолы әрине ол Абай жолы үлкен роман. Оны енді оқу үшін үлкен дайындық керек. Абай жолын жай ғана келіп отырса оқи алмайсың. Абай жолын неше жастан бастап оқу керек негізі? Ол енді мысалы мектепте оқытып жүр ғой үзінділерін. Бірақ менің ойымша жаңағы мектепте де оқып шығуға болады. Бірақ оған дейін дайындалу керек. Мұхтар Әуезовтің өзі Абай жолын жазғанға дейін көптеген шығармалар жазды. Өзі дайындалып келді. Абай жолын бірден жазған жоқ. Мұхтар Әуезов қаншама шығарма жазды оның алдында. Қаншама шағын проза, әңгімелер, повестер жазды. Сөйтіп келіп барып Абай жолына барып кірді. Абайға байланысты үлкен мақалалар жариялады, монографиялар, материалдар жариялап келіп барып Абай жолына кірісті. Мұхтар Әуезов. Сондықтан Мұхтар Әуезов дайындалған сияқты оқырманды дайындап көру керек. Абай жолы деген ол жай оқи салатын шығарма емес, ол күрделі туынды. Оның ішінде бұл қазақтың ұлттық мәдениеті, жарты ғасырлық энциклопедиямыз бар. Оны бәрін қабылдау үшін оған оқырман лайық болу керек. Ол үшін жаңағы алдында шағын әңгімелерді, шағын шығармаларды оқып келу керек. Мен айтатыным берде осы оқып менің атым қожасын оқу керек мектепте. Балалар осы шығарманы оқу керек. Жастық шақта мысалы үшінге кімнің Әзілхан Нұршайықовтың махаббат қызық музыкаларын оқу керек. Классикаға жету үшін. Әзілхан Нұршайықовтың музыкалары жеңіл тілмен жазылған, кәдімгі жастарға лайық. Қызық өзіне барып тартып әкетеді. Дулат Исабековтың шығармаларын оқу керек мысалы. Енді әрине оның кейін жаңағы Мұхтар Мағауин сияқты күрделі қаламгерлерге ойысасың. Қабдеш Жұмаділовтің мысалы шығармалары, Мұхтар Мағауиннің шығармалары, Тұрымбай Нұрмағамбеттің енді бар ғой небір біз қаламгерлердің төлеген кімнің Рамазан Тоқтаровтың, Сайын Мұратбековтің туындылары. Сайын мысалы жаңағы кіммен бір Бердібекпен бірге мен балаларға Сайын Мұратбековтің Қалыңғыр деген шығармасын ұсынатын едім мектепте оқуға. Керемет. Сол соғысшыларда балалардың өмірі бірақ қызық тартып әкетеді өзіне. Енді Сайын ағамыздың көзімен көрген өмірін жазған ғой, керемет, классик қой. Қазіргі уақыттағы енді қазіргі жазушыларымыз бар. Соның үшін 10 шығарма десе мен бірінші оқитын шығармаларды айтып берейін. Бірінші балаларға, мектеп жасындағы балаларға оқитын шығарма ол менің атым Қожа, жаңағы Қалыңғар, сол Абай атамызды оқыса, содан кейін Әзілхан Нұршайықовты оқыса, мектеп жасында 5 шығармалар. Содан кейін менің өзім ойымша қазіргі кейінгі ақындардан Қадыр Мырзалиевті оқыса деп ойлаймын. Жақсы. Қадыр атамыздың өлеңдері нағыз керек. Ал енді одан кейін дейсің, Тұманбай, Молдағали, Мұқағали, Мақатай, енді ол ақындарымыздың бәрін жоққа шығармаймыз. Сол заманда прозаиктер бар мықты-мықты. Соңғы жазған шығармаңыз қандай? Мен енді өлең жазамын. Соңғы жазған өлеңімді қазір есімде жоқ, осы бір қысқа байланысты жаздым, қарға байланысты. Қандай шабыт болды? Неліктен сол қысқа байланысты жаздыңыз? Менің барған деңізші бір жолда жүремін осыны, мысалы енді үйім
жаңа автобекет жақта, теміржол бекет, теміржол вокзал жағында. Жаңа вокзал. Иә, жаңа вокзал. Сол жаққа қарата жол жүрмін мен ортада. Сонда рөлде келе жатқанда өзім ойланып кетемін мен көбінесе. Сол кезде менің ойыма орала береді бір тіркештер. Табиғаттың әсері болады, басқа бір ойлар болады өзім. Соны отырып қағазға түсіріп жазып қоямын. Арасында әннің сөздерін жазып беремін мысалы. Тапсырыспен айтады. Кей кезде жаңағы шабыт келіп қалады. Жазып тастаймын да өзім ұсынамын. Мына әндің орындаңдаршы деп. Немесе мына сөзін жазамын да осыған ән шығарыңдаршы деп композиторға ұсынамын. Осы сәтте де болады. Ал енді көбінесе қазір жазып жүрген поэзия. Өлең жазамын. Қазір қыс уақытында мен табиғат лирикасын жақсы көремін. Қыс туралы көп жазамын. Қар туралы, табиғат туралы. Күз уақытта күз туралы жазамын. Енді бұрын махаббат жазатынбыз, қазір ол кішкене азайды. Махаббат туралы кішкене көп жазбаймыз қазір. Қазір ой өлеңдер жазамыз. Өмір туралы қазіргі. Ойландыратын мәселе көп енді бізді қазір, дәл қазіргі уақытта. Рахмет сізге. Сұхбат өте сүбелі болды деп ойлаймын. Тамаша болды. Жұмыстарыңызға, бүгінгі атқарып жатқан біраз осы студенттерді дайындаудағы ұстаздығыңызға, оқырмандарға жазып жатқан өлеңдеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Шығармашылық шабыт тілейміз сізге. Рахмет. Олай қымбатты көрермен, бүгінгі біздің Кітап Қала подкастымыздың қонағы болған Серікзат Дүйсенғазы ағамыз.